Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін бақытты болудың 6 құпиясын айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Өмірде бәрі біз қалағандай оңай емес. Кейде өзіңізді бақытты сезіну үшін жайлы орныңыздан қозғалып, сізді қорқытатын және өзіңізді сенімсіз сездіретін нәрселер жасау керек болады. Осы нәрселер сізді үйлесімдікке жеткізуі мүмкін. Тәуекел етуіңіз керек. Сіздің алдыңызда таңдау тұр делік. Өзіңізге үйреншікті жағдайда қалу, ол жерде сізге бәрі таныш және әрекетіңіз қандай нәтиже беретінін білесіз. Немесе тәуекелге бару. Мұндай кезде әрқашан екінші нұсқаны таңдаған дұрыс. Әсіресе өз өміріңіз сізді қанағаттандырмаса, ыңғайлы және тұрақты жағдайдан шығуға тырысу керек. Ал егер көңіліңіз толса, тұрақтылық, қауіпсіздік және жайлы аймақтан болуы әрине жақсы. Жалпы айналаңызда болып жатқан келеңсіздерге өтпелі нәрсе ретінде қарауға тырысыңыз. Бұл қазіргі барыңызбен шектелмеуге көмектеседі. Бірдеңе ұнамаса өзгертіңіз. Ол үй, сізді қоршаған адамдар, жұмыс немесе өмірлік принциптеріңіз болуы мүмкін. Барынша тырысып істеген әрекетіңіз сәтті аяқтала ма, жоқ па, алдын ала біле алмайсыз. Кез келген бастамаңыздан ең болмағанда тәжірибе алатыныңыз анық. Келесіде оны тағы бір рет қолға алған кезде біліміңіз бен дағдыңыз болады. Келесі ол орындалуы қиын мақсат қою керек. Армандарыңыз нақты мақсаттарға айналуы керек. Қолыңыздан 99% келетін нәрсеге ұмтылудың еш мәні жоқ. Сәтсіздіктен және басқалардың пікірінен қорықпаңыз. Мақсатыңыз тым жеңіл әрі үйреншікті болмау керек. Сыйлықақы алу немесе спорт залға жазылу деген секілді мақсаттардан бас тартыңыз. Оларға үлкен күш салмай-ақ жететінін өзіңіз де білесіз. Айналадағылардың бәрін бақылаудан бас тарту. Өміріңізде болып жатқанның бәрін бақылай алмайсыз. Ешбір жағдай 100% сізге байланысты емес. Бақытты әрі толыққанды өмір сүру үшін күнделікті тірлікті шамадан тыс бақылауда ұстау синдромынан арылу керек. Қандай да бір жағдайларды немесе басқа адамдарды басқарудан бас тартуды үйреніңіз. Сіз тек өзіңіз, өз әрекеттеріңіз және сыртқы құбылыстардан алар әсеріңіз үшін жауап бере аласыз. Идеяны жүзеге асыруға аз уақыт бөлу керек. Бірдеңеге жетуді жоспарлаған кезде адамдар өздерін аяп, оны жүзеге асыруға арналған мерзімді созып жүреді. Нақты уақыт аралығына үлгермей қалудан қорқуды тоқтатыңыз. Сіз қойылған мақсатқа бір күнде немесе бір айда жете аласыз. Қалаған нәрсеге жетуге аз-аздан жиі уақыт бөліңіз. Сәтсіз аяқталады деп қорқуыңыз мүмкін. Есесіне идеяларыңызды жүзеге асыруды және проблема шешуді кейінге қалдырмайсыз. Барлығы үшін жақсы бола алмайтыныңызды түсініңіз. Өзіңнің жақсы екеніңді дәлелдегіңіз келетін адамдар көп. Сол үшін бар күшіңізді саласыз. Ең өкініштісі, бұлай сусқаныңыз ақтала бермейді. Басқа біреу сізді жаман адам деп ойлап қалды. Сөзіңіз бен әрекетіңізді түсінбейді. Сіз туралы шындыққа жанаспайтын басқаша пікірде қалатын болды деп уайымдауыңыз мүмкін. Ендеше өміріңізді жеңілдететін бір кеңес. Өзіңізге жұрттың алдында жаман болуға мүмкіндік беріңіз. Сізді өзімшіл, жағымсыз деп санаса санай берсін. Егер үнемі адамдарға әрекеттеріңіз бен себебін түсіндіруге және сіз жайлы сезіміңізге немесе мінезіңізге қатысты ақталып отыруға мәжбүр болсаңыз, онда олар сіздің жақын адамдарыңыз емес. Оларға өзіңіз жайлы пікір қалыптастыруға тырыспаңыз. Қателесу. Басқалардың қателігінен бірдеңе үйрену мүмкін емес. Өз қателіктеріңізден сабақ алыңыз. Бағалы тәжірибе алу үшін біліміңіз бен дағдыларыңызды арттыру үшін жаңа нәрсе істеп көруіңіз керек. Бір көргеннен ойлағаныңызға жетпеуге тұрған ештеңе жоқ. Қателік жіберіңіз. Өзіңізден, көңіліңіз қалудан және басқалардың пікірінен қорықпаңыз. Сәтсіздіктен қорқуды қойсаңыз, өзіңізге қателік жіберуге мүмкіндік берсеңіз, сол үшін өзіңізді кешіре алсаңыз, еркін бола түсесіз. Егер сізге осындай видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Өз ойыңызды жаза кетіңіз.